Беспе тұрғын үй кооперативі туралы бірнеше видеоны қазақ тіліндегі өзімнің видео каналыма салған болатын. Содан ақпарат алған біраз адамдар хабарласып, осы кооператив туралы қалай үй алуға болады деген мәселені жан-жақты сұрап жатыр. Соған орай мен осы видеоны түсіріп отырмын. Толыққанды ақпарат беру үшін кооператив арқылы қалай үй алуға болады, оның артықшылықтары қандай, олқы кемшін тұстары қандай, сол туралы нақты шынайы ақпарат сіздің назарыңызға ұсынып отырмын. Ең алдымен кооператив арқылы үй алу үшін міндетті түрде алғашқы жарна төлеу керек болады. Оның көлемі мынау назарларыңызда көрініп отырғандай 35% немесе 50%. Яғни сатып алатын үйіңіздің 35 немесе 50% мөлшерінде. Егер сізде ешқандай ақша болмаса, онда үй аламын деген ойыңыз жай қиял арман ғана болып қалады. Өйткені сізбен ешқандай да қаржылық мекемелер, ұйымдар сізбен ақшаңыз болмаса сөйлеспейді. Өйткені міндетті түрде барлық қаржылық мекемелер сіздің жетпейтін ақшаңызды беру үшін сізден міндетті түрде алғашқы жарнаны сұрайды. Бұл үй алып жүрген адамдардың бәрі білетін ақиқат. Өкінішке орай көп адамдар телефон шалып, сұрап, алғашқы жарна керек дегенді естігенде телефонды тастай салатын жағдайлары болады. Ол адамдардың ойынша, мысалы, 2%-дық өсімменен 10 жылға займ беретін мекеме ешқандай ештеңе сұрамастан қолына сол ақшаны ұстата салатын сияқты. Бұндай нәрсе болмайды біздің нарық жағдайында. Өйткені орыстарда сөз бар ғой, бесплатный сыр бывает только мышеловка дейді. Яғни айтқанда тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Мұндай уәдені тек қана алаяқтар ғана бере алады. 2% өсіммен сізге займ беремін деп. Ешқандай кепілсіз. Ал бұл кооператив, тұрғын үй кооперативі 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан. Ресейде орталығы, Қазақстанда тіркеліп заңды түрде жұмыс істеп жатыр. Бұл кооператив көп адамдарға баспаналы болуға мүмкіндік жасап отыр. Ең алдымен сіз жаңа айтқанымдай 35% тұрғын үй алатын тұрғын үйіңіздің немесе 50% көлемінде жарнасын төлеуіңіз керек болады. Содан кейін қалған 65% немесе 50%-ын сіз кооперативтен 10 жыл мерзімге қарыз аласыз. Егер сіз 35%-ын төлеген болсаңыз, онда 2% жылдық өсіммен қайтарасыз қарызды 10 жыл мерзімде. Егер сіз 50%-ын төлесеңіз, онда 0%, яғни айтқанда сіз тек алған қарызыңызды ғана қайтарасыз. Сонымен бірге кооперативте ақшаңыз 35%-ға жетпей қалған жағдайда жинақтайтын жоба да бар. Оған қатысып, сіз ақшаңызды салып, 1 жыл, одан да көп уақыт ақшаңызды жинақтап 35%-ға жеткенше жинақтай аласыз. Бұндай жағдайда сіз 65% алған қарызыңызды 0% жылдық өсіммен қайтарасыз. Яғни айтқанда сізге ешқандай да жаңағы үстіне пайыздық өсім қоспайды. Үлескердің кепілдігі туралы айтсақ енді, өйткені кез келген адам жаңағы кооперативтен үй алғаннан кейін, баспана ақшасын салғаннан кейін, ақша төлеп тұратын болғаннан кейін, ол 5-10 теңге емес, көп ақша, миллиондаған теңге. Сондықтан да ол адамдар ең алдымен кепілдікті сұрайды. Кепілдік болуы. Кооперативтің кепілдігі бұл жаңағы шарт, екі жақты шарт. Жаңағы нотариус арқылы бекітілген шарт жасайды. Сол шарт бойынша сіз кез келген уақытта шартты бұзып, өзіңіздің салған ақшаңызды пайызымен қайтарып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Кез келген сәтте. Содан кейін халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелген жалдау шарты бар. Яғни айтқанда, сіз сатып алған үй сіздің атыңызға емес, кооперативтің атына тіркеледі. Сол кооператив сізге екі жақты келісім бойынша жалдау шартымен сізге үйді береді. Сіз үйдің толық қожайыны ретінде
коммуналдық қызмет төлеп тұрасыз, ай сайын алған қарызыңыздың жаңағы қайтарып отырасыз белгілі мөлшерде, сомада, белгіленген мөлшерде. Содан кейін қарызыңызды қайтарып болғаннан кейін сіз жаңағы кооперативтен меншік құқығы сізге беріліп қайтадан рәсімделеді. Сөйтіп сіз толыққанды қожайыны боласыз. Енді осы Веспи кооперативі арқылы үйді қалай алуға болады? 5 қадамнан тұратын мынадай әрекеттер жасау керек екен, соны мен сіздерге жеке-жеке түсіндіріп кетейін. Ең алдымен сіз тіркелесіз. Тіркелу үшін сіз жаңағы осы Life is Good деп аталатын компанияның өнімі бұл. Сол компанияда қаржылық кеңесші болып қызмет ететін адамның жаңағы рефералдық сілтемесі арқылы тіркеліп өтініш бересіз. Содан кейін өтініш бергеннен кейін сіз егер де алатын үйіңіздің бағасы 7,5 миллионға дейін болса, жетпейтін болса, онда сіз 1020 евро көлемінде. Ал егер 7,5 миллион теңгеден артық болса, 2040 евро көлемінде кіріс жарнасын төлеуіңіз қажет болады. Осыдан кейін екінші кезеңде сіз алатын үйіңіздің 35% немесе 50% көлеміндегі алғашқы жарнасын төлейсіз. Осы алғашқы жарнасын төлегеннен кейін сізді кезекке қояды. Кезек 6-7 айға созылады. 6-7 айдың ішінде сіздің кезегіңіз келген кезде сіз жетпейтін соманы алып үйді сатып алатын боласыз. Сонымен бірге кооперативті ұстап тұру үшін қажетті ай сайын 10 000 теңге көлеміндегі мүшелік жарна төлеуіңіз тағы да керек болады. Оған қоса кезекке қойғаннан кейін сіз ай сайын 50 000 теңгеден кем емес мөлшерде жарна төлеп тұрасыз. Бұл ақшаңыз ешқайда кетпейді. Бұл ақшаңыз сіздің қарызыңызды жабуға жұмсалады. Яғни айтқанда сіз 6 айдың ішінде мысалы 300 000 теңге жинасаңыз, сол 300 000 теңгені сіздің жинаған ақшаңызда болашақ қайтаратын қарызыңыздан алып тастайды. Яғни айтқанда сіздің төлейтін сомаңыз біршама азаяды. Яғни айтқанда сіз кезекке тұрғаннан кейін бірден қарызыңызды төлей бастайсыз. Енді үшінші кезең пәтерді сатып алар кезде сізге осы кооперативтің заңгері барып бүкіл құжаттандыру, пәтерді құжаттандыру ісін түгел сол атқарады. Тексереді пәтерді. Ол жаңағы кепілде тұрған жоқ па? Ол алаяқтардың бір алдап жасаған бір жасанды құжаттарымен сатылып жатқан дүние емес пе деген сияқты нәрселердің бәрін тексеріп, өйткені қазір алаяқтық жылжымайтын мүлікке қатысты өте көбейіп кетті. Соған байланысты тәжірибелі заңгер бәрін тексеріп, таза болса, жаңағы үй таза болатын болса, соны құжаттау жұмыстарын бәрін сол атқарады. Осы жұмыстар үшін оған пайщик, яғни айтқанда кооператив мүшесі тағы да 300 000 теңге төлеу қажет болады. Бұл соның құжаттандырудың ақысы. Төртінші кезең, төртінші қадам деп айтуға болады. Сізге қолыңызға енді үйіңізді алғаннан кейін қарызыңызды қайтаратын, бөліп қайтаратын кесте береді. Сол кесте бойынша енді сіз ай сайын төлеп отырасыз. Бесінші кезең, соңғы кезең, сізге ақшаңызды төлеп болғаннан кейін, оны мерзімінен бұрын төлеп тастаса да болады. Сізге енді меншік құқығын өзіңіздің атыңызға қайтадан құжаттандырады. Алғашқы сатып алған кезде жаңағы үйдің меншік құқығы кооперативтің атында болады бірінші кезде. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, сонымен кооператив халықтық қызмет көрсету орталығында сізбен шарт жасап, жалдау шартын жасап, сізге үйді тапсырады. Сіз семья мүшелеріңізбен жаңағы тіркелесіз, коммуналдық қызмет төлейсіз, өзіңіздің үйіңіз ретінде толыққанды пайдаланасыз. Бірақ сатуға, ауыстыруға ондай құқығыңыз болмайды. Ал енді ақшаңыз толық төлеп болғаннан кейін үй сіздің атыңызға, кооперативтен сіздің атыңызға ауыстырылып көшіріледі.
міне осындай жаңағы қадамдардан тұрады. Осылай жасау арқылы сіз үйді алатын боласыз. Енді кооперативтің сенімділігі қандай деген келетін болсақ, мына 2014 жылы тіркеліпті кооператив. Жаңағы торгово-промышленный палата Российской Федерации дейді. 2014 жылы тіркелген. Содан бері міне 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Заңды түрде жұмыс істеп келе жатыр кооператив. Сондықтан да кооперативке сенуге болады деп айтуға болады. Өйткені қазіргі кезде көп жаңадан ашылып жатқан кооперативтер бар. Ашыла салып бірден адамдарды тарту үшін жарнама береді, жарнамаларды береді неше түрлі. Сөйтіп адамдарды тартып ақшасын жинап алғаннан кейін із-түзсіз жоғалып кетіп жатады. Сондықтан да тұрғын үй кооперативінен үй алу үшін ең алдымен ол кооператив туралы пікірді ескеру керек. Қандай пікір бар? Оның құжаттарын тексеру керек. Ол қай жыл тіркелген, қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Ол кооператив туралы жұрттың пікірі қандай? Соның бәрін тексеріп, көзіңіз жеткеннен кейін ғана сол кооперативтен арқылы үй алуға тәуекел етуге болады. Әйтпесе сіз бірден жаңағыдай уәдеге сеніп, алдамшы уәдеге сеніп, бірден жаңағы қойып кетсеңіз, ақшаңыздан айырылып өкініште қалуыңыз әбден мүмкін. Өйткені қазір осы кооперативтердің төңірегінде жаңағы алаяқтық өте көбейіп кетті. Өйткені бұл тұрғын үйге деген сұраныстың жоғары екенін, халықтың соған жаңағы сұранысының көп екенін білген алаяқтар да осы кооперативтерді пайдаланып, заңды түрде тіркеп алып, сосын адамдардың ақшасын жинап, өтірік уәде беріп, алғашқы кезде сіз 10% үйдің немесе 20% төлейсіз, 5-6 айдан кейін үй аласыз деп өтірік айтып қойып, олай болмайды. Өйткені 10%, 20% жиналған ақша мен сіз жаңағы 5-6 айдың ішінде үй ала алмайсыз. Мынау кооператив 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан, қанша мыңдаған адамдар осы кооператив арқылы үй алып жатыр. Бұл шынайы жұмыс істеп келе жатқан кооператив. 35-50% алғашқы жарнаны төлегеннің өзінде 6-7 ай кем дегенде кезекке тұрып, содан кейін ғана үйлерін алып жатыр. Яғни айтқанда бұл шынайы жұмыс істеп тұрған кооператив. Сондықтан да сізге жалған ақпарат беріп, алдап, бәрі жақсы, бәрі тамаша деп айтудың қажеті жоқ. Егер осы айтқандарға келісіп, осылай аламын дейтін болсаңыз, онда тұрғын үй кооперативі арқылы үй алуыңызға болады. Бұның тағы бір артықшылығы, мысалы сіз жаңағы айтып кеткен барлық шығындар, жаңағы 10% кіру төлейтін 1020 евро, 2040 евро немесе сосын жаңағы ай сайын төлеп тұратын 10 000 теңге мүшелік жарна, алғашқы жаңағы жарна, содан кейін заңгерге төлейтін 300 000 теңге ақша, бәрін қоса есептегенде сіз, мысалы, егер 10 миллион теңге тұратын үй болса, сіз ары кетсе үстіне 3 миллион теңге артық төлейсіз. Қайтару пайызымен есептегенде. Яғни айтқанда 10 миллион теңгенің үйі сізге 13 миллионға түседі. Ал егер сіз ипотекалық кредит алатын болсаңыз, бұл 2 есеге жуық өсіп кетеді. 10 миллион теңгенің үйі сізге 17-18 миллионға түседі. Яғни айтқанда 4-5 миллион теңге артық төлейсіз. Сондықтан да кооператив арқылы үй алған, осы тұрғыдан алғанда біршама пайдалы. Бірақ енді әркім өзі біледі, өйткені күткісі келмейтін адамдар болады. 6-7 ай кезекке тұрып, қажет ма, бар ма маған, қазір мен банктен бірден алам деп ойлайтын адамдар болады. Ақшасы болса, ақшасы жетіп жатса, ондай алуға болады әрине. Сондықтан әр адам тұрғын үй аларда өзі бұл мәселені өз еркімен шешуі тиіс.